мысалы амандасады. Ернармен де тура сөйтіп сөйлеседі. Мен не үшін Ернардан қызғанбаймын? Өйткені Ернар ондай сен сияқты ондай лишний допускать етпейді негізі конкретно. А сен допускать етіп тұрсың бұл жерде. Сәл сабырға келіңіздер. Баласаған негізі дұрыс айтылып жатыр. Негізі андай әңгіме бар еді ғой, қол жеткізіп алғаннан кейін жігіттер білген істеп кетеді деп ше. Қазір сол өзгерген ба дедім Балаусахан. Негізі қол жеткізіп сырға салудан кейін анандай тірлік істеу деген қандай масқара, Аягөз? Айтшы. Істеп жатсың, сен өзің, сен Әлшер айтып жатсың, ұялмайсың ба деп Нұрдәулетке айтып жатсың да, сен спросың бар, Нұрдәулеттен емес, қасыңда қыздан алу керек еді негізі біріншіше. Сенің қасыңда сеніп отқан қызың осындай нәрсе жасап отыр да, негізі сондай Балаусахан қазір қыздардың бәрін түсінбеймін. Қолы жетіп алады да, іштері пыса ма, білмеймін, бақытты өмірді сүре алмайсыңдар ма сендер? Іштерің пыса ма? Не, ішің пысып отыр ма? Біреумен конфликт өтесің. Мысалы, екеуміз де жақсы араласамыз, екеуміз де құшақтас амандасамыз, бірақ менен қызғанбайды. Не үшін Нұрдәулеттен қызғанады? Сен өзің ойланып қарау керек едің. Не үшін Нұрдәулеттен қызғанады? Значит, сен сондай бір повод бересің қызғанатындай. Нұрдәулет те енді жаңағыдай айтып жатыр да, білмеймін енді сен ақ кетуің керек, бүйтейін. Енді уақыт енді болды ғой, 1 жыл болған жоқ. Сырға сағанына 3 ай болды. Енді уақыты енді келіп жатыр. Сенікі де бір андай бір арасынан кіріп жатыр да, ол жағаласып ше. Ертең бұның арты жақсы болмайды мысалға. Нормально тойға келатқан отбасыны қазір екіге айыр жіберетін болсаң Нұрдәулет, сен де бір халықтың көзінде жаман болып қаласың. Жоқ, қарашы. Сенің екеуің, Аягөз екеуіңнің арасынан қанша не қылсаңдар да ештеңе шықпайды бәрібір. Жоқ, мен бірдеңке шығады деп жатырмын ба, Нұржан, сен қызықсың. Жоқ. Мен мына жерде алып ішіп, Нұрдәулетті жақсы көремін, сүйемін. Мен кінәм не? Мен жай ғана былай шашын ұстағанымда болып тұр ма? Барлық кінәм сонда. Жай ғана шашын ұстайсың. Нұржан, артық кетпе қазір. Мен туралы өйтіп, мен сырғалым атанған қыз екенімді білемін. Мен өз жөнімді білетін адаммын. Бірақ ол жерде бір түймедейді түйедей қылып көрсетіп жатқан, мына жерде Әлішер өзі қызғанып, сондай нәрсені жоқ, қараса енді, сен астын сызып кетіп айтып жатсың да, сырғалым атанған қызмын деп. Неге сырғалым атанған қыз болсаң, неге өз түйсігіңмен ойланбайсың сен сонда? Жоқ, мен сонда ешкімге тимей бүйтіп жүрейін ба сонда? Сен бізбен де әзілдесесің ғой. Сен бізбен де әзілдесесің ғой. Бірақ сен Нұрдәулетпен қызғанатындай повод беріп жатсың бұл жерде. Көріп отырсың ба? Сондай повод беріп жатсың сен. Сен бізбен әзілдесесің. Сен шашын ғана ұстанбайсың. Сен рубрикада айтасың. Сен де еркек атаусың ба? Нұрдәулет те еркек атау. Если қызғанатын болса, бүкіл еркектен қызғансын. Былай деп ойлаймын, андай Әлшерге қарай бұл андай бір манипуляция ма, қандай, қалай айтады орысша? Сондай нәрсе істеп жатсың сен уже, көрдің ба? Нұржан, сөзіңді аяқташы тез. Нұрдәулет. Нұржан, сен айтып жатсың ғой, басқа жігіттермен де осылай амандасып, не үшін Нұрдәулеттен именно қызғанады депші. Мен ойлаймын просто, Әлшер өзіне мен конкуренция көреді. Әлшер конкуренция көреді и қызғанады, өзін менен төмен санай ма, мүмкін. Жоқ, конкуренция. Жаңағы сырғалым деген әңгіме айтып жатсыңдар ғой. Осы жерде көріп жатсыңдар, не бір жағдай болып жатыр. Қанша жерден сырға салып қойып, ұсыныс жасап жатқан жігіттер мен қыздарды айырылысып кетіп, басқа жігіттерге байға тиіп кетіп жатыр, мысалшы. Енді бір адам сөйтіп істе дегенде осы жердің арасына түспейтін шығарсың, неше шілей? Қатты кетіп жатсың ғой кәдімгідей. Мен негізінде кеше осы жерден нормально сөйлесіп кетуге болатын еді. Просто Әлшердің өзі Нұрдәулеттерде ұят жоқ екен. Мен ұятым жоқ болып, мен өзім барып жабысып жатырмын ба? Жоқ, екеулердің арасынан Аягөзді алып кетіп, басқа бір әңгіме айтып жүрмін ба? Шет жағасынан деген. Жоқ, негізі Әлшер точкасын қойды негізше. Сен енді ер азамат болғаннан кейін, негізі тойға келатқан жұп болғаннан кейін өзің тартынуың керек едің. Әлшер дұрыс түсінбей қалады, сен өзің тартынуың керек едің деген әңгімені айтты. Сол әңгімеден кейін ары қарай бұл әңгімені қатты қозғаудың керегі жоқ. Сен өзің еркек ретінде Әлшерді түсініп, сен өзің кете салуың керек еді. Болды. Сен ары қарай өзің осы темаға кіргің кеп бір, осы теманы қызық көріп өзің бастап отырсың ғой Нұрдәулет. Қандай қызық көрді, Нұржан, кішкене ойланбайсыңдар ма? Әлшер негізі сенің науың бар ғой, вообще дұрыс емес сен. Кішкене жақсы ересек адамның миында ойланатын болсаң, сенің сырға салып қойған қызыңды негізі басқа біреуден қызғану, тем более осы жерде отырған досыңнан қызғану кішкене бір ерсіз деп ойлаймын. Мысалға бізді қатысушылар біледі, Нұрдәулет пен Аягөздің бірге сөйлесіп тұрған, жеке сөйлесіп тұрған, немесе біз ондай байқамағанбыз негізі. Ана жерде бәрі әзіл болды. Аягөз айтты, Нұрдәулет деп айта салды жай ғана. Мүмкін қызғандырғысы келген шығар деген сияқты, бірақ та екеуінің сөйлесіп тұрған, жеке қалғанын көрмегенбіз. Одан кейін кешесе өзің бастадың Нұрдәулетке. Саған негізі артық әңгіме айтылмаған Нұрдәулеттің тарапынан. Сен тұрасың, сен ұятың жоқ екен дей саласың. Мүмкін сен өзіңнің ауырып жүргенің шығар, білмеймін сенді бұл жағын, бірақ та сен мынауың түймедейді түйедей қылу. Bir жағынан бағанағы Нұрайдың әңгімесінде, Нұрайдың әңгімесі болды ғой осы жерде. Қызғандың сен Нұрайдан деген, сен ол жерде Нұраймен вальс билегенсің осы жерде. Аягөз жоқ балаңыз Нұраймен вальс биледің. Одан кейін қызғанатын жөні болды. Ал сенің қызғанатын ретің емес Әлшер. Жоқ, мен өйстіп сөйлейтіндер бар ғой жаңағындай, өйстіп ақыл айтатындар, именно жігіттердің тарапынан да андай, типа қызғанатын жөнің емес деп. Значит, сен өміріңде әлі жақсы көріп көрмегенсің адамды ше. Жақсы көріп көресің. Қасыңда бір қызың отырады и бір
сенің қасындағы досыңның сөйтіп шашынан ұстап сөйтіп отырса, білмеймін енді, сен сол кезде көресің. Сен қара, сөзін аяқтасыншы. айта салайыншы, сен Айта сол салшы. кезде аягөз айтқан болатынсың, бұл қызғанатын нәрсе емес сенің, вальс билегеннің өзі. Ал шашынан ұстаған сонда сен үшін қызғанатын нәрсе болып тұр ма? Сол кезде сен өзің эгоисттігіңмен алып кеттің ғой. Енді аягөзге неге айтып жатсың енді сен? Ол Кішкентай тимеген эгоистпен алып нәрсені кеттің. Жақсы, сен жақсы көресің, оған күмәнім жоқ, жақсы көретініңе. Бірақ та сен айтасың, қара, өзіңнің әйеліңе болашақ сырға салып қойған қызыңа сондай әңгімелер айтасың. Сен Нұрдәулетпен сонда мені ауыстырғың келіп жүр ма? Екеуің сонда қатты әңгімелер айтасың да ше. Ол қыз баласына ауыр, Алишер. Прямой сұрақ қойшы, сен де бір үлкен ер азаматсың ғой уже. Мысалы, тура осындай моментте сен қалай реакция бересің? Сондай бір дүниемен келеді да, екеуі көз қарасып қалады. Екеуі бірге билеп қалады, пастапам кетіп жатыр. Одан кейін жаңағыдай шашынан ұстап қалады. Жаңағыдай бір екі момент екеуі жақсы бір сөйлесіп қалады. И соңында сенің сияқты рубрикаңда Нұрдәулет деп айтады. Конкретно шыныңды айтшы, ер азаматсың ғой. Енді қара, сен неге былай өмірде сұрамайсың? Эфирден тыс неге сұрамайсың? Нұрдәулеттің жанына келіп, Нұрдәулет, саған келіп жүр ма? Аягөз сен неге өйтіп жатсың деп неге сұрадың ба сен өмірде? Сұраған жоқсың. Сен келдің де ортаға келдің де бұл жеткіздің. Біз сөйлескен шығармыз. Неге? Аягөздің жауабы қандай болды, айтшы? Ақталды ма саған? Бекзат, Бәрін түсіндірді оны ма? сізде бізде көріп отырмыз. Себебі Аягөз бұл тарапта айтып тұр. Қызғанатын ештеңе жоқ деп тұр. Жақсы, мен болдым жаңағы Нұрдәулетпен оғаш көрінсе, мен ештеңе жасамай ақ қояйын деп отырған жоқ. Қызғанатын ештеңе жоқ қой дейді. Соған Алишер одан сайын ашуланады. Неге ештеңе көрмейді, яғни ол әрі қарай араласқысы келіп тұр ма деген сияқты өрбіп кетіп тұр. Бұл жерде мен ойлаймын, екеуіңіздің де жаңағы эгоңыз өзіңіздің ситуацияны бөлек көріп тұрсыздар. Дәл сондай ситуация болып. Бауырсаған, негізі дұрыс айтасыз, просто менің сәл қынжылып қалған момент, мысалы кеше айтылды ғой, бірақ Аягөз вообще менің тарапымнан қалай сөйлеп